Армысыздар, құрметті тыңдарман. Арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналған. Жұмыс бабымен Астанадағы жаңа жобаға барып келу керек болды. Мен біздің департамент директорынан іс-сапарға әйелімді өзіммен бірге жіберуін сұрадым. Онсыз да хатшылар жеткілікті. Ал ол маған Астанада ұсақ түйекке көмектеседі. Солай келістік. Әйелім екеуміз вагонға кірдік. Жайлы купеге орналастық. Біз купеде жалғыз болмадық. Тағы бір жолаушы бар еді. Бізге қарсы отырған Дәурен айтарлықтай ірі жігіт екен. Бойы 187 сантиметрден кем емес. Кішкентай қозы қарны бар. Беті де кішкене толықтау келген. Салмағы 100 килограммнан кем болмаса керек. Кеш батып әркім өз шаруасына кірісті. Менің ап-арық Назирам сөмкедегі бір заттарды ақтарып жатыр. Мен электронды кітап оқып отырмын. Сапарлас жігіт телефонда жатыр. Шамасы Инстаграмнан спортқа қатысты видеолар көріп жатқан болуы керек. Кейде жуан даусымен бізді елеместен қарқылдап күліп қояды. Кейде оның назары Назирада болатынын да байқап қалатынмын. Ол дәретханаға барып, қысқа шорты мен майкаға киімін ауыстырып алды. Ол Дәуренге теріс қарап, жоғардағы заттарды орнына қойып жатқанда, оның көзі менің әйелімнің әдеміше келген бөксесіне түсіп жатты. Маған бұл ұнамады. Бір жыртқыштық көзқарас секілді көрінетін. Бірақ сәлден соң назары жылдам телефонға ауысып кетеді. Бірде Дәурен сұқ саусағын жоғары көтеріп бізге өзіне жақсы бір идея келгенді білдірді. Әлде ойына бірдеңе түсіп кетті ме екен. Бір кезде кішігірім спорт сөмкесінен бір бөтелке виски алып шықты. Маркасы есімде жоқ. Глен или бірдеңе деген. 3 пластик стакан алып, қалай, танысамыз ба деп сұрады. Жауап күтпестен ішімдікті өзі стакандарға құя бастады. Ой, кеш батып кетпеді ме, деді Назира. Маған құймаңыз, дедім мен. Жастар-ау, сендерге не болған? Мені жалғыз қалдырасыңдар ма? Сендердің жастарыңда мен денсаулығымды аямадым. Ал мұнда бар болғаны жарты ғана бөтелке ғой. Біздің сөзімізді құлағына да ілмей бәрімізге құйды да стаканды қолымызға ұстатты. Стаканымызды түйістірдік те таныстық үшін деп алып қойдық. Менің бірден ішім жылып кетті. Ал сүйіктім мүлдем соңына дейін іше алмай қалды. Қалай, тағы 50-ден көреміз бе? Сөзін жұтып сөйлеп, тағы да 50 грамм алуды ұсынды. Назира өткізіп жіберетін сияқты деп әйелім үшінші жақта жауап берді. Ол екеумізге құйды. Оның алдында ыңғайсыздау болғасын, оны жалғыз қалдырмайын деп шештім. Ішіп жібердік. Виски басыма тиді. Сәл басым айналғандай болды. Әңгіме айта бастады. Дәурен өзі туралы айтты. Ол бодибилдингпен айналысқан екен. Ауыр темірлерді көтерген Азия чемпионы да екен. Телефонды қолымызға беріп, сайыстарын көрсетті. Біз туралы да білді. Менің жасым 26-да, Назира 23-де екенін, бірге жұмыс істейтінімізді айттым. Дәурен спорттық өмірдегі түрлі жайттарды айтып, арасында күлдіріп отырды. Дәурен ішімдікті қайта-қайта құйып отыр. Біздің ортамыз қыза түсті. Отырыстың басында сезінген қолайсыздық қазір жоқ болды. Көңілді отырып, бірімізден соң біріміз анекдот айта бастадық. Назира әзілге жоқ екен. Біз оның әзіліне емес, оның қалай айтып отырғанына күліп отырмыз. Оған Назираның өзі де мәз. Бәрі кезек-кезек дәретханаға шығып келіп отыр. Назира бірнеше рет барып келді. Кейін Дәурен. Мен тұруға ыңғайланғанымда көбірек ішіп қойғанымды түсіндім.
Аяғыма әзер тұрғанымда, үстелдің астында бір емес, екі бірдей бос бөтелке тұрғанын көзім шалды. Ал үстелде тұрғаны үшінші болуы керек. Осынша көп ішкеніміз ұнамай, ішімнен тыржиып қалдым. Қалғандары маған назар аударып та отырған жоқ. Назира маған қарап, бәрі дұрыс па? Деп сұрады. Сендер көп ішіп қоймадыңдар ма? Деп түсініксіздеу айттым. Негізі ойым, Дәурен бізге неге сонша көп құйғанын меңзеу еді. Бірақ ойымды жинақтай алмай отырмын. Иә, жарайды, деді Назира бетін тыжырайтып. Дәретханаға бар, деді де Дәуренмен айтып отырған әңгімесіне қайта кірісіп кетті. Дәурен маған қарамастан екеуіне виски құйып отыр екен. Бетімді суық сумен шайып жібергеннен кейін мен өз-өзіме келгендей болдым. Жолда жүргеніміз, отырғанымыз, спирт, барлығы өз әсерін тигізсе керек. Қысқасы, вагонда теңселе жүріп, купеге де жеттім. Неге екенін білмеймін, әйтеуір Дәуреннің мен жоқтағы әрекетін көргім келіп тұрды. Ойлаған әрекетімді жасайын деп, ақырын есікті жылжыттым. Әлсіз шам жарығы. Назёк отыр. Оған қарсы Дәурен отыр. Әлі де әңгіме айтып отыр екен. Иә, массаждың курсын өттім. Мойын мен иықтың айналасында жақсы жұмыс істеймін. Иығың мен мойныңа массаж жасап берейін, деп ойда жоқта Дәурен ұсыныс айтты. Ішімде бірдеңе дір ете қалды. Әйелімнің қарсы болғанын күтіп тұр едім. Оның орнына ол, білмеймін, негізі мойным ауырып тұрмаған сияқты. Күйеуім де қазір келер, ішкен адам дұрыс түсінбей жүрсе. Хе-хе, боққарынның күлкісін естідім. Мен денеңді емес, мойныңды уқалаймын ғой. Сосын мойынды тек ауырған уқалау керек деген жоқ. Жиналған тұзды таратып тұру керек. Жарайды, деп масайған даусымен менің келіншегім келісімін берді. Ары қарай купеде кереуеттің тырсылына ұқсайтын бір дауыстар естілді. Міне, мына жерге отыр, деді Дәурен. Кереуеттің тырсылы, сосын тыныштық. Бірер сәттен соң әйелімнің даусы анығырақ, оның ауыр дем алғаны естілді. Ох, қолың жақсы екен, деді ол. Тағы да 3-4 минут өтті. Сенің күйеуің көпке айналды ғой, деді Дәурен. Шынымен, оған бірдеңке болып қалған жоқ па екен? Барып қарап келу керек екен, деп жатыр Назёгім. Оған не болсын, көп болса басы айналып, құсып жатқан шығар. Қазір келер, ары қарай жалғастыра берейік, деді Дәурен. Мен ештеңе түсінер емеспін. Осы уақытқа дейін оларға кіре алмай тұрмын. Тіпті оларға қарауға да бірдеңе жібермей тұр. Кеудемді жүрегім қатты соғып, басым айналып, ең қызығы бір жерім тұрып кеткен. Қызық, мынау қайдан шыққан нәрсе? Бөтен еркектің әйеліме массаж жасағанын есту мені қоздырып тұр ғой деп ойладым. Мынаны тоқтату керек. Мен мүмкіндігінше әдеттегідей кіруге тырыстым. Есікті ашып, Дәуренге арқасын беріп отырған әйелімді көрдім. Дәурен болса, сәл түпке қарай отырып, аяғымен әйелімді орап отыр. Әйелімнің қолы оның үлкен аяғының үстінде жатыр. Әйелімнің майкасы мен төс тартқышының жіптері түскен. Дәурен иығына массаж жасап отыр. Оның еріндері әйелімнің құлағына жақын тұр. Еріндері сәл ашылған. Арасында ыстық демімен құлағына үрлеп қояды. О, бауырым, ұзаққа айналдың ғой, деді дәужігіт. Дәурен. Не істеп отырсыңдар, деп мен сабырлы үнмен сұрадым. Әйелім көзін ашып, жаным, маған Дәурен массаж жасап бергісі келді. Ол курстан өткен екен. Сертификаты бар массажист, деді Назира. Сосын, қалайсың, бәрі жақсы ма, деп менен сұрап қойды. Иә, жақсымын, дедім де мен вагон-ресторанға барып келдім, деп қоса салдым. Жарайды.
Қазір кішкене отыра тұр, ол әлі 5 минуттай уқалайды, деді де көзін жартылай ашып. Мен осы оқиғада өзімді бір тұтқын секілді сезіндім. Мен оларды тоқтатқым келмеді. Оған қоса, бұл жағдай маған ұнамады да. Мен қарсы орынға отырдым да қарап отырдым. Басқа істерге амалым болмады. Дәурен саспастан маған қарап әңгімесін жалғастыра берді. Әйеліме тіпті назар аударып отырмаған кейіп танытып. Ол менен немен айналысатыным туралы сұрап отыр. Мені сөйлетіп жібергені сонша, жұмысым туралы тереңнен айта бастадым. Мен оған жұмысымның істеп көрмеген, адам түсінбейтін жақтарын айта бастадым. Ол болса, түсінген адамдай бас изеп қойып отыра берді. Соған дейін оның қолы әйелімнің омыртқасына да төмендеп үлгерді. Ол уқалауды тоқтатпады. Ал әйелім болса, көзін жұмып, артқа шалқайған күйі, оның иығына басын қойды. Әйелім қолымен оның аяғын сәл ғана қыса түсті. Мен не боп жатқанын түсінбей отырмын. Оған қоса, төсекке жатып, қатты қателестім. Ішімдік пен жолдың әсерінен тез масайып, ұйқыға тартып кетті. Әңгімемде түсініксіздеу болып барады. Солай, біз осының бәрін демалыс бойы жасадық. Әйтпесе, үлгермей қалушы едік, дедім мен. Аха, деп жауап берді Дәурен. Мен көзімді жұмып, әңгімемді жалғастыра бердім. Бірақ сөзімнің арасындағы үзілістер ұзара берді. Масайып қалдым. Түсінікті, маған бір сөздер естілді. Ал мен жауап бердім, тағы да үзіліс. Мен ұйқыға кеттім. Көзім қарауытып жатып, сыбырлап шыққан бір сөздерді естідім. Оның мазасын алмайық, шаршап қалыпты, деді сыбырмен Дәурен. Қараңғыда бір тырсылды естідім де, менің үстіме жабылған көрпені сезіп жаттым. Оны жоғарға көтеріп тастайын ба, деп сұрады Дәурен. Тек абайлап көтермесең, деп сыбырлап жатыр әйелім. Қарсы келетін күшім болғанда жоқ. Ана дәу жігіт мені оп-оңай көтеріп алды да, жоғарыдағы төсекке жатқыза салды. Оған қоса, бетімді қабырғаға бұрып қойды. Енді жатамыз ба, деді Назира. Бірінші арқаға массажды бітіріп тастайық. Сосын орнымызға қайтамыз, деді Дәурен. Саған ұнап жатыр ма, деп менің әйелімнен сұрап қояды. Назира, аха, деп жауап береді. Міне, өзіңнің төсегіңе жатсаң да болады. Ыңғайлы болу үшін майкаңды шешіп таста, сосын сол жерде ұйықтай саласың. Жарайды. Кішкене тарсылдар естілді. Мен жартылай ғана түсініп жатырмын. Қатты ұйқым келіп жатыр. Кейде ұйықтап кеттім де. Аха, деп әйелім бір уақытта күлді. Біз олай келіспедік. Жарайды, енді саған ұнап жатыр ғой, деді дәу жігіт. Аха, Дәурен, қойшы. Бөксеме тек күйеуім массаж жасайды, деп тырқылдап әйелім мәз боп күліп жатыр. Қойшы, денеңнің кез келген бөлігінде бұлшық ет бар. Хе деген Дәуреннің даусы естілді. Кейін тағы да тарсыл. Сосын бірдеңе шешілгендей болды. Сыбыр. Мен кері бұрылып, төменде не боп жатқанын қараймын деп шештім. Бірақ еш нәрсе көре алмадым. Ойыма олардың екеуі де астымда жатыр деген ой келді. Бірақ неге Дәуреннің аяғы көрінбейді? Тағы да ұйықтап қалдым. Әйелімнің айқайынан оянып кеттім. Тоқта, керек емес. Мен келіспедім ғой. Әйелім үнін өшірді де, ақырын тарсылдар басталды. Әрбір тарсылдан әйелімнің даусы қаттырақ шыға бастады. Үндеме, әйтпесе күйеуіңді оятамыз. Бір жеріңді уқалағанша рахаттанып жатқаныңды өзің айттың ғой, деп сыбырлады Дәурен. Түсініксіз бірдеңке айтып жатыр әйелім. Жүрегім тарсылдап соға кетті. Белгісіз бір қорқыныш болды. Бірақ төменге түсуге батпадым. Маған мұндай екі ұдай сәтте қалу қорқынышты болды. Мас әйелімді онымен қалдырып кеткеніме өзімде кінәлімін.
Бірақ төменде сұмдық бірдеңе болып жатыр. Тах, тах, тах. Бұл дауыстардың арасында үзіліс болды. Ана дәудің төменде әйелімді итеріп жатқанын түсіндім. Бір сәтте күтпеген жерден мен қатты қозғанымды байқадым. Шалбарыма қолымды салып, сәл сайманымды қыса бастадым. Басымды төсектің басына апарып, төменде не болып жатқанын қараңғыда көруге тырыстым. Қараңғыдан көзім түк көрер емес. Дәудің әйелімнің үстіндегі бейнесі қараңдайды. Біз жарығы бар елді мекеннің қасынан өтіп барамыз. Мен оның әйелімнің бетінен ұстап, өзінің сайманын оған ақырын әрі жылдам қозғалыспен жақындатып жатқанын көрдім. Деп ыңырсып жатыр әйелім. Айқайламаймын десең, қолымды аламын, келістік пе деп сұрады ол сыбырлап әйелімнен. Әйелім басын изеп қояды. Үлкен машина әйелімнің бетінен қолын алды. Құдай-ау деп сыбырлады әйелім. Қандай үлкен еді, қане маған өзің де көмектесші деп әйелімнің шортиын шеше бастады. Ол оған көмектесу үшін белін көтерді. Бір кезде әлсіз жарықтың сәулесінен маған Дәуреннің сайманы көрінді. Адамға тән өлшем емес, қатты үлкен екен. Соншама үлкен сайманды болам екен деп мен ойлап жаттым. Мен асыра сілтеп айтқанды жақсы көретіндердің қатарынан емеспін. Бірақ о да 22-23 сантиметр ұзындығы бар, ені 6-7 сантиметр болуы керек. Түріне қарасаң, үлкен баклажанға ұқсайды. Осындай томардың әйеліме кіретінін ойлағаннан, оның бір жеріне не болатыны туралы ойға шомдым. Дәу жылдам ішке кіргізіп, қайта шығаруды арасында үзіліс салып тұр. Назира дем алды. Тах, тезірек қимылдай бастады. Иә, сыбырмен әйелім қаттырақ деп айқайлап атты. Бір кезде дәу әйеліме еңкейді. Екеуі сүйісіп жатты. Ол әйелімнің аяғын айқара ашып жіберді де, менің алдымнан аяғын қызғылт түспен бояған әйелімнің тырнақтары көрінді. Аяқтары ерсілі қарсылы ойнақшып жатыр. Иә, тағы қаттырақ деп ыңырсып жатыр әйелім. Ұнай ма деп сұрады ол. Әйелім, иә, тоқтама деп. Екеуі бір-біріне үндесіп, жанасқандағы дыбысы шыға бастады. Терезеде буланып, купенің іші ысып кетті. Олар қаттырақ әрі жиірек демала бастады. Тіпті мені оянып кетеді деген қаупі де жоқ секілді. Иә, мен өмірімде бұлай рахаттанып көрмедім деп менің әйелім, мен сендікпін, қазір бітіремін деп ағынан жарылып, айтқан шындығынан менің жүрегім ауырып жатты. Менімен болған ұнай ма деп сұрап жатыр дәу. Иә, ұнайды, керемет деп әйелім жауап берді. Күйеуіңне сенің бұлай жасамайды ма деп Дәурен одан сұрады. Әйелім үндемеді. Айт деп даусын қатты көтеріп Дәурен тағы сұрады. Назира ештеңке демеді, тек ыңырсумен болды. Айт деп тағы да талап қойып жатыр дәу жігіт. Жоқ, бұндай болмаған емес, бұндай ләззатты мен алған емеспін деп әйелім әзер жауап берді. Қайтадан екеуінің сүйіскен дыбыстары естілді. Темп артқанын үстіне арта берді. Олардың тоқтайтын түрі жоқтай. Төсектің сықыры күшейіп, айнала менімен қоса қозғала бастады. Тах. Екеуінің жақындасқан дыбыстарына дейін шықты. Иә, бітіріп жатырмын деп Назира зарғақты. Сен өзі керемет жан екенсің, бөксең де керемет екен деп біздің сапарлас айғырымыз әйелімді мақтап барып бітірді. Бір уақытта тыныштық орнады. Әйелім уайымдап кетті-ау деймін. Сыр білдірмес үшін басымды қайтадан жастыққа қарай шегіндіріп, ұйықтап жатқан адам құсап жата қалдым. Көзімді сығырайтып қарасам,
Әйелім мені ұйықтап жатырғанымды тексергендей қарап тұр екен. Ол жалаңаш денесін не болса да көрсетпейін дегендей көрпемен орап тұрыпты. Бір кезде Дәурен оның артынан келді де иығынан қысып құлағынан сүйді. «Қалай ойлайсың, ол бізді естіді ме?» деді менің әйелім. «Ол тойғанша ішіп алды. Оны қазір ештеңе де оятпайды», деп Дәурен оны көндіруге тырысты. «Вагон ресторанға кеттік. Демімізді басып, ес жиып қайтайық, кофе ішейікші», деді Дәурен. Әйелім, «Білмеймін. Қазір жатып ұйықтағанымыз дұрыс болар», деп ойланып қалды. «Өзің біл, менің қарным аш. Барып тамақ ішемін», деді де дәу киініп купеден шығып кетті. Бірер минуттан соң әйелім орнынан тұрып, өзін ретке келтірді. Мені қатты қоздыратын қысқа алқызыл түсті халатын киіп, ол да купеден шығып бара жатты. Мен болсам, уайымнан өліп кетердей болып, енді не істеймін деп ойланып жатып, қайтадан ұйықтап кетіппін. Әңгіменің соңы.